Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге дәл осындай өте дәмді болып, әрі жұп-жұмсақ болып шығатын лакомканың рецептісімен бөлісетін боламын. Оны жасау үшін бізге жып-жылы сүт керек. Сүтті ыдысымызға құямыз, оның үстіне қант және дрожжи салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде сүт міндетті түрде жылы болу керек. Одан кейін үстіне бір жұмыртқаны жарып, біркелкі етіп тағы да араластырып аламыз. Ұнымыздың кішкене ғана бөлігін салып, және үстіне бір шай қасықтай тұзды салуды ұмытпаңыздар. Оның үстіне жұп-жұмсақ еріген сармайымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Бұл сармай біздің қамырымыз жұмсақ әрі үлпілдек болып шығуына көмектеседі. Енді ұнымыздың қалған бөлігін салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Бізде шамамен осындай жұмсақтықтағы қамыр шығады. Бетін жауып, 1-2 сағатқа жылы жерде ұстайтын боламыз. Енді көтерілген қамырымызды алып, 6 бөлікке бөлеміз. Енді пісіруге дайындайтын боламыз. Қамырымызды 6 бөлікке бөліп алғаннан кейін, осылай домалақтап шығамыз. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Осылай оқтаумен екі шетіне жая отырамыз. Ешқандай ұн себудің қажеті жоқ. Дәл осылай қатты жұқа немесе қалың қылып қоймай жаямыз. Жайып болғаннан кейін ортасынан 2-ке бөліп пісіруге дайындайтын боламыз. Ешқандай май жағудың қажеті жоқ. Пергамент қағазын төсеп пісіріп аламыз. Бетін 20-30 минутқа жауып, тағы да жылы жерге қоямыз. Енді начинкасын дайындау үшін жұмсақ сармай мен сгущенканы араластырсаңыз жеткілікті. Біздің көтерілген қамырымыздың бетіне жұмыртқа жағамыз. Ол маңызды емес. Жұмыртқаны жағып болғаннан кейін пеште пісіріп алатын боламыз. Енді қызарып пісіп шыққан лакомкаларымыздың арасын осылай кесеміз. Міндетті түрде суыған болу керек. Осылай майысып тұрған бетін кесіп, арасына начинкамызды жағамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көп немесе аз жақсаңыздар болады. Дәл осы начинканы бетін жауып, шет-шетіне тигізіп жағып шығамыз. Сіздер бетіне осындай печеньені ұсақтап, немесе жаңғақты, орехтерді ұсақтап жабыстырсаңыздар болады. Мен печеньені ұсақтап қойып қойдым. Осылай жабысып шығады. Дәл осылай видеодағыдай жасасаңыздар жеткілікті. Лакомкаларымыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздерге рецепт ұнаса, міндетті түрде мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге рецепт ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге ас болсын.